Қазақстан халқының бірлігі күні Талдықорғанда кең көлемде аталып өтті. Мерекелік іс-шаралар легі Достық үйінде ұйымдастырылды. Бұл күннің Жетісу облысы үшін маңызы айрықша. Себебі мұнда 70-тен аса ұлт өкілі тұрады. Салтанатты кеште ән жырдан шашу шашып, ұлттық құндылықтарын паш етті. Ұлтаралық келісім мен ынтымақты нығайту мақсатында облыста 30-ға жуық этномәдени орталық жұмыс істейді. Бұл ұйымдар әр ұлттың мәдениетін, тілін, ұлттық болмысын насихаттап қана қоймай, түрлі мәдени көпшілік іс-шаралардың ұйытқысына айналған. Бұл мерекелік шарада да көрме ұйымдастырылды. Онда этнос өкілдерінің қолөнер бұйымдары, дәстүрлі тағамдарымен танысуға болады. Әрқайсысы ұлттық киімдерін киіп, өз тарихымен таныстырып, мерекенің көркін аша түсті. Бұл Қазақстанда тұратын барлық халықтар достығы мереке күні дейді. Бірлігі мереке күні. Мерекеге не жетсін, достыққа не жетсін. Сондықтан мерекеге ұласа берсін, достығымыз жараса берсін. Мерекелеріміз жақсы өтіп жатыр, көңілдіміз бәріміз. Елдің бірлігі күнімен бәрі тұрғындарды құттықтаймыз. Зор денсаулық, ұзын ғұмыр, табысты өмір тілейміз. Көркем елім Қазақстаным, еліміз тұғырлы болып, халқымыз ғұмырлы болып, шаңырағымыз құтты болып деп тілеймін. Берген батам қабыл болсын. Ақ көгершін бейбітшілік пен келісімнің нышаны. Мерекелік шарада көгершіндер мен әуе шарлары аспанға ұшырылды. Түрлі ұлт өкілдері қилы заманда Жетісу жеріне жер аударылып, қазақ халқының кең пейілі мен мейірімін көрді. Бүгінде бір шаңырақ астында береке бірлікте өмір сүріп келеді. Бұл баршаға ортақ құндылық. Наша область Жетісу күш бірліктен бастау алады. Жетісу облысы бұның айқын дәлелі. Тұрғындарды құрметтеу, қолдау көрсету және олардың пікірін тыңдау қоғам тұрақтылығының басты негізі. Өткен жылы Қазақстан Халқы Ассамблеясының 30 жылдығына орай қоғамдық келісім мен этносаралық бірлікті нығайтуға бағытталған бірқатар маңызды әрі мазмұнды іс-шаралар жүзеге асырылды. Биыл да жалғасын таппақ. Өңірдің шығармашылық ұжымдары ән мен жырдан шашу шашып, мерекенің көркін қыздырды. Достық үйінің алдына жиналған халық қарасы қалың. 1 мамыр көп ұлт өкілдерінің бір республикада бірлігі жарасқан ынтымақты ел екенінің жарқын көрінісі. Жалпы мамыр айы мерекеге толы. Алғашқысы бірлік күні. Бүгінде ұлан ғайыр даланы мекендеген ұлттар мен ұлыстар бір атаның баласындай етене араласып кеткен. Сондықтан бұл күн еліміздің этностарын біріктіруге, тұрақтылық пен келісімді нығайтуға бағытталған айтулы мереке. Жұлдызай Маратқызы, Асфандияр Сыбанбеков, Жетісу телеарнасы.